Апал кәсіптік техникалық колледжінің арнайы пән оқытушылары оқуға құштар жобасы аясында аспазшы мамандығы жазушылардың рецепті бойынша түскі ас деген буккроссинг өткізілді. Буккроссингтің мақсаты үйімізде шаң тозаң болып жатқан немесе оқылған кітаптарға екінші өмір сыйлау. Оқырмандар арасында кітап алмастыру акциясын жүргізу, әртүрлі жастағы оқырмандарды кітап оқуға шақыру, күнделікті өмірдегі әр оқырманның кітап оқу әрекетін танымал етуге өз үлесін қосу, әлемді үлкен кітапханаға айналдыру. Жалпы жазушылар қоғамдық құбылыстармен біреудің айтқан кез келген пікірін бейжай қалдырмайды. Олар барлық нәрсені жүрегімен қабылдап, күні-түні ой үстінде жүреді. Сондықтан жазушылармен сөйлескенде шынайы пікір білдіріп, бос сөз айтпауға тырысу керек. Әйтпесе олардың жүйкесіне тиіп, жүрегін ауыртуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан жазушылар дұрыс тамақтану керек. Біз бүгін жазушыларға мынандай түскі ас мәзірін ұсынып отырмыз. Тауық етінен сорпа, сиыр етінен розбиф, гарнир картоп безбесі, көкөніс салаты, құймақ ірімшікпен, нан, шай. Назарларыңызға рахмет.